Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Рамазан айының 5-ші күні. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға күнделікті тағамнан ерекше болып келетін ұйғыр халқының момойсай деп аталатын тағамын жасайтын боламын. Бұл тағамның ерекшелігі буға піскен осындай жұп-жұмсақ булочкасы өте дәмді болып шығады. Егер де сіздерге қызық болса, видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы суға ашытқы, шай қасық тұз және 2 ас қасық сұйық қосып, електен өткен ұнды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды біркелкі болғанша әбден илейміз. Осында жұп-жұмсақ қамыр болуы қажет. Бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Әрі қарай тағамымыздың подливін дайындаймыз. Етті ұсақтап турап аламыз. Содан соң пиязды ірілеу етіп тураймыз. Әрі қарай қызып тұрған майға ең алдымен етті қуырамыз. Етіміз қуырылған соң пиязды салып қуырып аламыз. Бір шай қасық томат пастасын қосып, көкөністерді бірінен соң бірін сала отырып қуырып аламыз. Ең алдымен сәбізді, содан соң картопты салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және кориандр қосамыз. Ең соңында болгар бұрышын қосып, араластырып, үстіне су құйып, 35-40 минуттай орташа отта қайнатамыз. Суды подлив толық жауып тұратында етіп құямыз. Әрі қарай момойсай булочкаларын жасаймыз. Дайын болған қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Және оны жұқалығы 3 мм-де етіп жайып шығамыз. Жайып болған соң қамырдың үстіне ерітілген сары май жағамыз. Содан соң қамырдың арасына укроп, петрушканы майдалап, турап сеуіп шығамыз. 2 қайтара жауып ораймыз. Екінші қамырды да солай сары май жағып, укропты жартылай сеуіп орадым. Укроп қосылмаған булочканы балаларға жасадым, себебі олар укропты жемейді. Енді жаңағы оралған нанымызды дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Одан соң 2 қамырды бірінің үстіне бірін қойып, ортасын таяқшамен басып, тартып созамыз. Содан соң ортасына таяқшаны қойып, дәл видеодағыдай ұлу тәріздес етіп ораймыз. Таяқшамен басып, арасынан суырып аламыз. Міне осындай әдемі булочка шығады. Барлығын осы ретпен жасап шығамыз. Май жағылған мантаваркаға салып, бетіне сары майды жағып шығамыз. Сол кезде жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Мантаваркада 30 минуттай пісіреміз. Ең алдымен табамызға подливін салып, шетіне момойсай булочкаларын қойып шығамыз. Міне
ауызашарға дайындаған ерекше тағамымыз дайын. Булочкаларын подливне малып жесеңіздер, енді дәмі өте дәмді болып шығады. Егерде сіздерге осы тағам ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Ас болсын.